Келесі күні кешке кеңестік тарап америкалықтарды дәл осы сарғыш ғимаратта қонақ етеді. Ол кезде ксро елшілігі болған бұл орын бүгінде Ресей елшісінің резиденциясы Ақ үйге жақын орналасқан. Мұнда Мұхтар Әуезов америкалық ағарту кеңесінің мамандарымен ақш бойынша алдағы сапарды жоспарлап, не көріп білгісі келетінін алға тартқан. Кешкі қонақ асты Дінмұхамед Қонаевпен де осы жерде жолыққан. Қазақтың қос қайраткер тұлғасының Вашингтонда табысқан жері осы. Одан бөлек аталған ғимаратта америкалық 15 журналистпен баспасөз конференциясы ұйымдастырылған. Бізбен әңгімелескен бүгінгі журналистер аңғартқан бір жай болды. Ол Америка оқушы көпшілігі совет әдебиеті дейтін көп ұлтты, көп тілді, туыстас әдебиеттер қатары мол екенін біле қоймайтын тәрізді. Сонымен қатар және орыс совет әдебиетінің де бірен-саран өкілі болмаса, көпшілік жазушыны көп ірі шығармаларды білмейтіні байқалды. Бұны дәл сол Америка әсерлерін талдап ағылшыншаға аударған Лос-Анджелестік зерттеуші Денис Кин де растап отыр. Қазақ мәдениеті мен тарихын назарға алған маман сол жылдардағы басылымдар салғырттық танытып, Әуезовтің ұлтын жазбағанын, көбіне қырғи-қабақ соғыстың ықпалымен саяси астарлап хабар таратқанын айтады. Мен ақштағы газет мұрағаттарын ақтарып, Әуезов пен оның тобының сапары туралы материалдарды іздедім. Бірақ бұл оңай болған жоқ. Себебі ол кезеңдегі америкалық басылымдар оларды көбіне жай ғана қызылдар немесе орыстар деп жаза берген. Ол кезде америкалықтардың Кеңес одағы мен ондағы халықтар туралы түсінігі өте үстірт еді. Сондықтан Әуезовтің қазақ жазушысы екені де көп жерде нақты көрсетілмеген. Сол себепті мақалаларды табу үшін түрлі тәсіл қолданып, ақыры олардың жүрген бағыты мен сапар кестесін біртіндеп қалпына келтіре алдым.